Сәлем достар, сіздермен бірге Black Game каналы және мен Черепашки Ниндзя Легенда ойнауды жалғастырамын. Достар, бүгін мен сіздерге мықты кейіпкер таныстырамын. Ол мультикте өте зұлым болып келеді. Және де ол жерде жүрмейді. Ол жерде өмір сүрмейді, ғарышта өмір сүреді. Ол өте зұлым. Ол осы шын өмірде де бар, бірақ оның аяқтары жоқ және ататын күші жоқ. Таныс болыңыздар. Армагон. Механикалық акула. Механизмнің ішіне орналасқан. Оның өте соққылары 5, бірақ ол өте мықты. Бірінші соққысы. Укус акулы. Армагон грызет врагов смертоносными челюстями. Вероятность 10% вызовет отложение урона в течение 1 хода. Нужен корабль побольше. Армагон стреляет акулами, ракетами во врага. Разрушитель. Вероятность 25% уменьшит силу атаки на 50% в течение 1 хода. Восстановление 4 хода. Так. Тра-да-да-да. Армагон устраивает засаду на врага. Увеличивает силу атаки на 40%. Восстановление 4 хода. Броня. Большое белое. Нет. Толстую кожу Армагона не пробить. В начале хода есть вероятность с вероятностью 5% появится броня. Привет, приятель. Армагон запускает метеорит во врагов. Разрушитель увеличивает силу атаки на 20%. Восстановление 5 хода. Опа. Сондықтан Армагонмен әзірлемек қойғаның дұрыс. Кеттік. Достар, өткен видеода мен сіздерге нейтрализатор таныстырдым. Егер көрмесеңіздер, көріңіздер. Бұл жолы нейтрализатор мен Армагон бірге барады. Біз кеттік. Графикті қарасаңыздаршы. Біртүрлі, бірақ жердің астынан жүзген енді. Соны мен аңғарған бойынша Армагонда 2 ортақ соққы, бір қарапайым және де бір ерекше мықты соққысы бар. Бірінші укус. Нейтрализаторда өткен видеода көрсеттім. Тағы істейміз. Кеттік. Нейтрализатор мен Армагонның екеуі ұқсастығы ол күштері басым. Армагонның екінші соққысы. Кеттік. 3 саңырауқұлақ және де 1 қабақ. Оларға айтатын жауабым кетіңдер ей. Тра-да-да-да. Ой, оны пульверизаторға істеу керек еді. Мінекей саған. Метеоритті қабыл ал. Қайда бар жатыр? 5 жұлдыз. Достар, егер осындай 5 жұлдыздың қалсаңыздар, менің екінші видеом 5 жұлдызда қалайтын болсаңыздар, менің видеома лайк қойды ұмытпаңыздар. Сонда келесі видеода мен сіздерге қалай Game Guardian арқылы 5 жұлдызды кейіпкер алуға болатынын көрсетемін. Кеттік. Бірінші толқын. Бірден артақ соққан. 3 толқынға 3 ортақ соққа. Тез жақ бітіретін сияқтымыз. Егер өсе беретін болса, онда демде ұтатын боламыз. Метеоритті қабыл ал, тышқандар патшасы. Мен атына сыйлық. Ды-ды-дан-дан-ба. Жеңіс. Лицпи дегенде. Загрузка.
Результат. Вот бұл жолы нейтрализатордың ДНК-сы. Бұл жолы нейтрализатордың ДНК-сын алуға болады екен. Бірақ менің нейтрализаторым 100-ші деңгейде. Өте күшті, максималды. Шын айтсақ, екеуі де өте зұлым. Ракеталар кетті, жауларды тесті. Демде. Әдемі. Кербемеш менде бар ма? Ұмыт қалдым. Кеттік ал. Оңай жылдам. Одан сайын жылдамдық. Метеорит. Да-да-да-да-дан-дан. Победа. Палочки для еды. 5 әрі 10-ға дейін баруымыз керек. Сонымен тағы кеттік, жылжық. Тадақ. Осылай. Ракеталар кетті, қабылдыңдар енді. Опа, Бакстер Стокман. Ракета қарай, ракета кетті. Бакстер Стокманның бір соққысын көргем. Ол да тура Армагон сияқты екі жағына ракета атады. Собрать единственно. Волна 1,3. Укус. Стрелка. Укус. Жылдам жетті Армагон. Аттақ. Жүктейміз. Загрузка етеміз. Жолымыздан былай кетіңдер. Пугус. Жеңіс. Смековиум. ДНК-сын алуға болады екен. Бірақ бұл жол балықпен төбелесеміз. Острозуб бет, саблезуб бет. Саблезуб, я саблезуб. Саблезуб. Кабыл ал. Жеңіс.
Cheers prize. Опа! Шинными броня. Больше белого нет. Толстую кожу Армагона не пробить. В начале хода есть вероятность с вероятностью 5% появится броня. Неки броня орнатылды. Сонда да әйтеуір орнатылды. Керемет, кеттік. Ракеталармен құлаймыз. Келе жатыр метеорит, бастарыңды шіркілдейді. Дігдук, кеттік дігдук. Жеңіс, сенім. Ал онша. Шредер 20-шы деңгейде қиын дейді. Ал кеттік. Армагон басасы Армагон тұру керек. Осылай. Шредер. Робот Шредер. Өткен бөлімде робот болып шыққаннан таңғалып қалған тұғым. Сөйтсе Крингтер бұны алмастырып қойған екен нағыз Шредермен. Роботты. Ал Армагонның традададатсын қабылау. Критикалық соққа және де робот кетті. Күйді сымдары бір-біріне түйісіп. Жеңіс. Жүктейміз. Керемет. Сонымен, мен бірдің оңайды қиынды жеңдім. Екінің оңайды қиынды жеңдім. Үшіншісін оңайды қиынды жеңдім. Төртінші деңгейді келесі видеоларда көретін боласыздар. Списқа кірейік. Көп заттар алдық. Достар, сіздермен болған Black Game каналы. Мен бүгін видеоны аяқтаймын. Кездескенше аман болыңыздар. Каналыма жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар.